Сабақтың тақырыбы спрайттардың соқтығысуын анықтау. Бұл ойынды оқушыларды екі топқа бөліп ойын ойнатсақ болады. А және Б тобы плюсиктарды басқан кезде біз очко жинап береміз. Жүрекшені басамыз. Сонда сұрақ шығады. Бірінші сұрақ: спрайтты қамтитын тікбұрышты аймақ. Яғни осы тақырыпқа байланысты жауабы рек деп аталады. Бізде бұл жерде басқан кезде плюсиктің басы очко жиналады. Келесі жүрекшені басамыз. Екінші сұрақ шығады. Бірінші код бойынша бұл жерде сұрақ шығады. Pygame.sprite sprite init self деген. Мұның сипаттамасы қандай деген кезде спрайтты таныстырады деген сипаттама шығады бізде. Келесі сұрақ: жүрекшелерді жеп отырамыз. Плюсикті басамыз, очколар жиналады. Үшінші сұрақты ашамыз. Pygame кітапханасының спрайт модулі қандай әдіске ие? Жауабы move деген әдіске ие, яғни осы модуль арқылы орындалады. 30 очко болды. Келесі жүрекше. Төртінші сұрақ: спрайт арқылы бейнеленген сурет. Жауабы image. Image дегеніміз кескін деген мағынаны білдіреді ағылшынша. Яғни сұраққа жауап берсек, бізде жүрекшені жеп отырамыз. Яғни келесі бізде очко беріледі, яғни 40 балл ұпай болады. Бесінші сұрақ: бірінші код бойынша self image тең Pygame image load image live. Осының сипаттамасы не? Яғни суретті файлдан жүктейді. Бұл жерде image нижний правил файл деген сөз, яғни файл деген сөз. Келесі бізде B командасы бойынша жүрекшені таңдаймыз. Алтыншы сұрақ: бесінші код бойынша берілген спрайттардың соқтығысын қандай функция анықтайды? Animate деген функция анықтайды. Бесінші код бойынша жүрекшені жеп, плюсикті басқан кезде 10 ұпай беріледі. Келесі жетінші сұрақ: спрайттардың соқтығысуын анықтаудың бірінші кезеңі. Яғни бізде жауабы спрайтты спрайттар тобынан өшіреміз. Жиырма балл жинадық. Келесі жүрекшені басамыз. Сегізінші сұрақ: clock тик функциясының сипаттамасы. Яғни осы тақырыпқа байланысты кадрлардың өту жылдамдығын басқарады. Бұл сан үлкейген сайын роботтардың экрандағы жылдамдығы да артады. Жауабы кері қайтамыз. Яғни жауап берді. Жүрекшені жейміз, 30 ұпайды аламыз. Келесі 8-ші сұрақ: Pygame модулінде спрайт класына қай функция спрайттардың соқтығысуын анықтайды? Яғни sprite cleat деген функциясы анықтайды. Яғни жауап берсек, жүрекшені жейміз. Жауап бермесек, жей алмаймыз. Келесі 9-ші сұрақ: спрайттардың соқтығысуы неше кезеңнен тұрады? Жауабы бізде 3 кезеңнен тұрады. Кері қайтамыз. Жүрекшені жейміз, 50 ұпайды аламыз. Осылай оқушыларға ойын ойнатуға қызықты ойын. Осылай ойындарды жіберу үшін каналыма тіркеліп қойыңыз.